Мен Мерген Алия Тәжібов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы Г сынып оқушысымын. Бүгінгі жобаның тақырыбы «Мен заңгер мамандығын таңдаймын». Жобаның мақсаты мамандық таңдауда жауапкершілікті қалыптастыру, таңдауына көмектесу, бағыт-бағдар беру. Таңдаған мамандықты барынша дәріптеп насихаттау, заң қызметкерлері мамандығының қоғам үшін маңыздылығына тоқталу. Жобаның міндеті заң қызметкерлері мәртебесін өз ортамызда көтеру, оқушының өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығы мен мамандыққа сай тани білуге үйрету, тақырып және таңдалған мамандық жайлы жастардың ой-өрісін кеңейту. Мен мамандықты таңдаймын. Болашақ. Әркім өз болашағын ойлайтыны сөзсіз. Әркімді болашақта қандай болады екенім, ертеңгі күнім не болмақ деген сұрақтар жиі мазалайды деп ойлаймын. Неге барлық болашақты ойлайды? Оның ойлауға түрткі болған қандай мәселе? Бұл мәселе негізгі ұйытқысы адамның дамуы, өсуі, өнуіне деген құштарлық деп білемін. Мамандық таңдау өмірінің бір кірпішін дұрыс қалау. Әрине мұндай жағдай мені де айналып өткен жоқ. Мен де ойландым, мен де толғандым. Сонымен қандай мамандық иесі болуын шештім. Мені қалауымның көзқарасым өмірде бірнеше рет өзгерді. Бірақ қазір мен заңгер болғым келетінін түсінемін. Бұл мамандықты таңдауымның бірден-бір себебі мүмкіншілігі көп, өзімнің жанына жақын болуында. Сонымен қатар маған мәселені шешу жолында логикалық тізбек құру, әртүрлі нормалар мен ережелер тізімдерін оқу ұнайды. Мені мемлекеттік құрылымның құқықтық негіздері, заңнама арқылы қайта құру мүмкіндігі қызықтырады. Заңгер мамандығының шығу тарихына тоқталатын болсақ, елдің келе жатқан құрметті мамандықтардың бірі болып саналады. Бүгінгі күнге дейін құқықтық мемлекеттік институт ретінде пайда болуының әртүрлі нұсқалары бар. Заңгерлер ежелгі Римдегі бабалар колледжінде пайда болды деседі. Дәл сол жерде олар алғаш рет кәсіби деңгейде құқықты зерттеп, оның нормаларын қолдарына түсіндірме берді. Қазіргі кез келген демократиялық елдің заңының негізінде жатқан қағидалар тіпті ежелгі грек мифологиясында да көрініс тапты. Ізгілік, эвономия және кек құдайлары немесіз. Қоғамдық тәртіп негіздерінде қол батылдық танытқандарды соттады. Бүгінгі таңда бұл әртүрлі мамандықтағы заңгерлердің тікелей міндеті болып табылады. Заңгер деген кім? Заңгер құқықтануға заң ғылымдары бойынша маман, құқықтық төңіректен жаттығу қайраткері, демек заңгерлерге жатқызуға болады. Заң туралы білім алған адамдар, құқық зерттеушілер, ғалымдар, үйрететін құқықтар, қолданатын мамандар құқықтық төңіректеріндегі. Заңгер мамандығы пайда болған қиындықты шешуге бағытталады. Заңгер әділетсіздіктің құрбаны болған тұлғаға, қылмыстық зардап шеккен жәбірленуші өз құқықтарын қалпына келтіруге, оларды қорғауға, заңсыз жұмыстан шығарылған адамның қайта жұмысына тұруына, даулы мүлік пен тұрғын үй сұрақтарын шешуге көмек береді. Заң саласында танымал адамдарға тоқталатын болсақ, Марк Тулли Цицерон. Ол алғашқы заңгерлердің бірі ғана емес, мемлекет туралы, заңдар туралы трактаттардың жазушысы. Ол негізінен Платон, Аристотель және де басқа да грек философтарының еңбектеріне шабыттанды. Ол қорғаушы ретінде де, айыптаушы ретінде де әрекет етті. Оның сөйлеген сөздері кімнің қорғауында да болса да өте танымал болды. Федор Плевака. Федор Никитич революцияға дейінгі Ресейдің талантты заңгері және тамаша шеше ретінде танымал. Оның атақты болған сонша, оның фамилиясы жоғары кәсіпқой заңгерлерін білдіретін атаққа айналды. Оның сот сөйлеген сөздерін жинақтары күні бүгінге дейін заң факультеттерінде зерттелді. Бақытжан Бисәліұлы Қаратаев Қазақстанның ірі тарихи тұлғаларының бірі. Алғашқы қазақ заңгері, көрнекті қоғам қайраткері, ағартушы, демократ. Әрбір салаға белгілі бір қасиеттер қажет. Заңгерлерге қажетті дағдылар, шешендік өнер, кәсіби білімнің жоғары деңгейі, жалпы мәдениет пен кең көзқарас, әрдайым ізденісте болып өзін-өзін дамытып отыруы қажет. Адамдармен оңай тіл табыса алуы, жақты білімді болуы шарт. Жауапкершілік пен психологиялық тұрақтылық өте маңызды болып табылады. Заңгер мамандығының оң жақтарына тоқталатын болсақ, беделді мамандық. Білікті маман өз еңбегімен, қоғамдағы орнымен мақтана алады. Қызықты жұмыс, бұл интеллект, есте сақтау және де зейіннің дамуына ықпал етеді. Мансапты өсудің тамаша перспективалары. Кез келген құқық саласында маманның одан әрі өсуі мен дамуы үшін жақсы мүмкіндіктер бар. Жоғарғы сұраныс жеке клиенттер арасында да, әртүрлі компаниялар арасында да өз саласында кәсіби мамандықтарға, әсіресе үлкен тәжірибесі барларға сұраныс әрқашанда жоғары болып табылады. Әлемнің көптеген елдерін турист ретінде ғана емес, кәсіби тұрғанда да тану мүмкіндігі. Бұл халықаралық заңгерлер үшін үлкен плюс болып табылады. Заңгер мамандығының теріс жақтары, адвокаттың күнделікті қызметі ол үнемі жасап отыруы тиіс көптеген құжаттармен байланысты. Ресми міндеттерді шешу үшін сіз өдеп, немесе күнделікті жұмыстан қорықпайтын дәйекті адам болуыңыз керек. Еңбек белсенділігі тұрақты күйзеліспен байланысты. Кейбір адамдардың мүддесін қорғай отырып, адвокат қарсы тараптың қақтығысуы мәжбүр. Үлкен бәсеке, жоғарғы жауапкершілік және қателіктерге жол жоқ мамандық болып табылады. Кәсіптік білім беру орталықтарына тоқталатын болсақ, заңгер мамандығы бойынша талапкерлерді қабылдайтын жоғарғы оқу орындарына ұлттық университеттер.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық агролог университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогиялық университеті. Сонымен қатар беделді университеттердің бірі бас қаламыздағы Нарықбаев атындағы Казгу университеті және де басқа да жоғарғы оқу орындары. Бұдан бөлек шет тілді оқып, шетелдерге оқуға түсу мүмкіндіктері өте көп. Мамандығының кәсіби мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, Қазақстанда қызмет жасай алатын жұмыс орындарына жататын тізімге назар аударсақ, оларға прокурорлық қызмет, прокурордың көмекшісі, тергеушілер, судья, адвокаттар, консультанттар, нотариустер, ішкі істер органдарының жедел іздестірушілер, салық полицейлері, кеден органдарының, қауіпсіздік қамтамасыз ететін органдардың, мемлекеттік басқару органдарының қызметкерлері, менеджерлер, меншіктің барлық нысанында құрылған кәсіпорындардың басшылары жатады. Заңгерлердің кәсіби мүмкіндіктері арнайы құрылымдарға таралады, яғни олар сот, құқық қорғау органдары, сонымен қатар басқарушылық және шаруашылық секторлары. Тәжірибеде көбінесе заңгерлер өз мамандығы бойынша банктерде, сауда орталықтарында, сақтандыруда, заңды тұлғалардың басшылығымен жұмыс істейді. Бұл мамандықтың мансаптық болашағы өз саласының кәсіби маманы болып, беделді қызметтерді, мысалы судьяларды иелену үшін ұзақ жол жүріп, тиісті жұмыспен заңгерлік тәжірибе алу керек. Заңгерлік қызметсіз табысқа жету туралы айтатын болса, табысты заңгердің болуы керек дағдыларды атап өтуге болмайды. Адвокаттың мансаптық өсу кезеңдері кәсіпорынның ұйымдық формасымен немесе ол жұмыс істейтін мемлекеттік мекеменің түріне байланысты ерекшеленеді. Мансапта өсу үшін заңгер үнемі өзін-өзі жетілдіріп, өзінің құндылығы мен кәсібилігін іздеп дәлелдеп отыруы қажет. Заң факультетінде оқуын аяқтаған студенттердің болашақ жұмыс орнын таңдауда келешегі кең. Менің ойымша, заңгердің жұмысы әрқашан сұранысқа ие болады. Бірақ сіз технологияны біліп және өз жұмысыңызда ең жақсы болуыңыз керек. Мамандық таңдаудың өзінде қандай талант, қандай зеректілік, қандай қабілет, бір сөзбен айтқанда қандай қасиет қабілет бар екенін түсінген абзал. Абай атамыз айтқандай, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан дегендей, дүниенің қазір кетігі көп кез келген жерге барып қалана беруге де болады. Бірақ Абай атамыздың айтқысы келгені бұл емес. Өзінің тұратын жеріңді тауып қалан, халқына керекті кетікті толтыр дегені. Ендеше бүгінгі мен мамандықты таңдаймын жобасы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.